Ең алғашқы пайғамбар кім? Адам алейхиссалам. Абу Умама әл-Бахили бірде бір кісінің пайғамбарымыздан оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, уа Аллахтың елшісі, адам пайғамбар еді ме деп сұрағанын жеткізген. Аллахтың елшісі оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, ол Аллахпен тікелей, яғни дәнекерсіз сөйлескен пайғамбар болатын деп жауап берді. Сонда әлгі кісі, ал адам мен Нухтың арасына қанша болды деп сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 10 ғасыр, яғни ұрпақ деді. Хадис сахих, оны Ибн Хиббан келтірген. Бұл хадисті сахих деп шейх Әл-Альбани және шейх Әл-Мухбил атаған. Ибн Хиббанның хадистер жинағынан тыс келген риуаятта хадистің келесіде жалғасы келтіріледі. Ал Нух пен Ибрахимнің арасында қанша болды? Пайғамбар, оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, 10 ғасыр немесе 10 ұрпақ деп жауап берді. Содан кейін әлгі адам, ал жалпы елшілер саны қанша болды деп сұрады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 313, өте көп деп жауап берді. Ал осы хадистің тағы бір риуаятында 315, өте көп деп айтылған. Аталған риуаяттар да сахих болып табылады. Осы жерде 315 немесе 313 деген бұл елшілердің саны екенін атап кеткен жөн. Ал пайғамбарлардың санына келер болсақ, олар едәуір көп болған. Хадисте келесідей баяндалған. Бірде Абу Зар Аллахтың елшісінен оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, қанша пайғамбарлар болғаны туралы сұрады. Әрі ол оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын 124 мың деп жауап берді. Кейін Абу Зар олардың арасында қаншасы елші болды деп сұрады. Пайғамбар оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын 315-і. Өте көп деп жауап берді. Хадисті имам Ахмад және басқалар жеткізді. Шейх Әл-Альбани оның бірін-бірі нығайтатын көптеген жеткізу жолдары болуы себепті оны сенімді деп атаған.